Қыз өмірдің гүлі, барлық адамзатты қадірлеп аялайтын асыл аруы десек те артық емес. Қыз баланы қазақта кішкентайынан мәпелеп, аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген. Жалғандағы нәзіктік пен пәктікті, инабаттылықты әрбір қазақ қызының бойына сіңіріп өсірген. Белгілі ақын Ақұштап Бақтыгереева өмірде қыз болу бар да, нағыз қазақ қызы болу мүлде бөлек деген пікір айтқан. Сол тәрізді ата дәстүр, салт сана берік ұстанып өскен қазақ қызы қай ортада болсын, өзінің ерекше болысымен көзге түсетіні анық. Қазақ қызының бойындағы асыл қасиеттері мен бірге сыр сымбатты өзге ұлттан дараланып тұруы тиіс. Қызды жат-жұрттық деп қадірлеп төртінен түсірмеген. Басқа үйдің отын жағып түтіннен түзу ұшыратын боласың. Барған жеріңде шешесі үйретпепті демесін деп анасы қызына бойындағы бар жақсы қасиетті сіңіруге тырысады. Әрбір баланың өмір жолы тәрбиесі отбасынан, одан соң мектеп қабырғасынан басталуы алары сөзсіз. Сондықтан да мектеп оқып жүрген қыз бала ол үйдегі ата-ананың көз қуанышы, мектепте ұстаздарының мақтанышы бола білуі тиіс. Қыз бала үйден шыққанда тап-таза киініп, шашын таранып, әсем күлкісімен айналаға нұр шашып жүруіне қатар сабағында жақсы оқиды. Қыз баланы тәрбиелей отырып, отбасындағы ожан кейін қолдарға үлгі етеміз. Яғни бұл жерде ұлт тәрбиелеу, бұл қазақтың елжен келе жатқан философиялық даналығы деп білемін. Ұлтымыз қазақ деп ұрандағанда сол ұлтымыздың діні, тілі, тарихы, салт санасы ойымызға оралады. Ұлттың тыныс тіршілігі де осы бала отбасынан бастап, дұрыс тәлім тәрбие беріп, түзу жолға қоюдан анық байқалады. Аттың көркі жалы, қыздың көркі шашы деп қыздың шашын күтіп өсіруді өнер санаған. Ол үшін оның шашын айранмен, қынамен жудырған. Шаштарын қос бұрым немесе бестамша етіп өріп бойжеткен қыздың көркі болған. Қыз баласы ас үйдің қыр-сырларын жетік біліп, қолынан дәмді тағам түрлерін жасай білу керек. Аналарымыз жұмыста болған кезде бізге ас үйді сеніп тапсырып кетеді. Бір жағынан ол да дұрыс. Кішкентай кезден ас үйде жүретін қыз болашақта келін болып түскеніне тез сіңісіп кетеді. Сол үшін де әрбір қазақтың қызы кішкентай кезінен бастап тағам түрлерін жасай білуі тиіс. Ата-бабамыз балалық дәурен өтісімен-ақ қызға дұрыс тәрбие беруді қолға алған. Қыз аз күнгі қонақ. Сондықтан да күні ертең келін болып түскен жерінде ата-анасына, ауылына сөз келтірмені алдын ала ойлаған.